Қайырлы күн достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін сіздермен өте дәмді әрі тез оңай жасалатын ұн қуырдақтың рецептімен бөлісемін. Кей жерлерде мүмкін нан палау деп те айтылып жатады. Видеоны соңына дейін қараңыз. Міндетті түрде менің каналыма тіркеліп, подписаться батырмасын басып, қоңыраушаны басып алыңыздар. Сіздерден қолдау күтемін. Ең бірінші етті өте жұқа және жіңішке етіп тураймыз. Кубиктап тураймыз. Ыдысымызға майды құйып, оның үстіне май қызғаннан кейін етті салып, етіміз қызарғанша жақсылап қуырып аламыз. Мен жалпы 3-4 минуттай қуырдым. Ал енді үстіне пиязды саламыз. Біз пиязды жақсылап турап аламыз. Өте жұқа етіп турауымыз керек. Достар, сонымен қатар менің каналымда қоянның етінен сорпа бар. Соны да қарап көріңіздер. Қазір жоғарыда сілтеме шығады, сонда кіріп көрсеңіздер болады. Қоянның етінен кеспе көже өте дәмді болып шығады. Сіздер жасап көріңіздер, сілтемеден міндетті түрде өтуді ұмытпаңыздар. Етіміз мінекей осындай түске боялуы керек. Ал одан кейін біз жаңағы тураған пиязымызды саламыз. Және жақсылап бұны да 2-3 минуттай қуырып аламыз. 2-3 минут қуырып болғаннан кейін оның бетін жауып, жай отта 10-15 минут қалдырамыз. Ал енді ет пен пияз жақсылап піскенше біз көкөністерімізді турап алайық. Бізге сәбіз бен болгар бұрышы керек болады. Сәбізді қиғашынан ұзынырақ етіп турап, дөңгелек формада турап алғаннан кейін осылай соломка ретінде турап шығамыз. Достар, сонымен қатар менің каналыма сейсенбі, бейсенбі және сенбі күндері өте жаңа рецепттер шығады. Қапы қалмаңыздар. Міндетті түрде колокольчикті басып қойыңыздар. Енді біз болгар бұрышын тураймыз. Оны да соломка ретінде ұзынша етіп турап шығамыз. Мендегі болгар бұрышы бұл тұздалған және банкіде жабылған, сондай бір ерекше, дәмі ерекше болгар бұрышы. Міндетті түрде бұның да рецептісі алдағы уақытта болады. Сіздерге керек болса, комментте қалдырыңыздар. Міне осылай турап болғаннан кейін біз осы қуырылып жатқан пиязымыз бен етіміздің үстіне бірінші сәбізді, одан кейін болгар бұрышын саламыз. Және оларды жақсылап қуырып алуымыз керек. Міндетті түрде газдың астындағы от жай болып тұруы керек. Қатты қуырмаймыз. Жай отта қуырып шығамыз. Ал енді үстіне біз дәміне қарай тұз және бұрыш саламыз. Мен қызыл бұрышты салдым, себебі қазір көктем кезінде ашына өте қатты жақсы көріп кетеді. Сол себепті ашылай болсын деп мен осылай қызыл бұрышты салдым. Ал енді үстіне 1 стакан суды құямыз. Бетін жауып, жай отта кем дегенде 1 сағаттай қайнатамыз. Ал енді біз нанымызды дайындауға кірісейік. Бірінші ұнымызды електен өткізіп, үстіне тұз және су құямыз. Судың температурасы маңызды емес. Жақсылап жұмсақ қамыр илеп шығамыз. Қамырға негізі сонымен қатар жұмыртқа қоссаңыздар да өте ерекше әрі дәмді болып шығады. Жалпы өз қалауларыңыз бойынша. Қамырымыз жұмсақ болып шығуы керек. Сіздерге жақынырақ көрсетейін. Міне қараңыздар.
осындай жұп-жұмсақ қамыр болуы керек. Июі қансын деп бір 20-25 минутқа бетін жауып қалдырамыз. Мінекей біздің қамырымыз дайын болды. Енді қамырды жақсылап жайып шығамыз. Қамырдың қалыңдығы қатты қалың болмауы керек, орташа және қатты жұқа болып кетпеуі тиіс. Міне осылай қамырды жайып болғаннан кейін 4 бөлікке бөліп шығамыз. Міндетті түрде қамырды кептіріп алуымыз керек. Мен жай ғана осы біз тақтайымыздың үстінде қалдыра отырып кептірдім. Жалпы сіздер противенді қыздырып алып, соның бетінде кептірсеңіздер болады. Мінекей менің қамырым кепті. Енді оны осылай міне. Мен видеода анық көрініп тұр. Осы форматта турап шығамыз. Қатты жіңішке қылып турамаймыз. Сәл үлкенірек, орташа форматта турап шығамыз. Ал енді біз қамырымызды турап болдық. Енді оны біздің қайнап жатқан подливіміздің үстіне саламыз. Бетіне ғана саламыз, оны араластырмаймыз. Бетін жауып 10-15 минут пісіреміз. Егер де суы аз болған жағдайда үстіне тағы да су құямыз. Ал енді біздің қамырымыз дайын болғаннан кейін астын оттан өшіріп, бетіне чеснокты майда етіп турап саламыз. Дәмі чесноктың өте ерекше болып шығады. Міндетті түрде ұмытпай чеснокты салыңыздар. Ал енді біздің ұн қуырдағымыз дайын болды. Мінекей осылай тарелкаға салып, дастарханға ұсынсаңыздар болады. Енді бетін әрлеу мақсатында мен көк пиязды турап салдым. Мінекей қараңыздаршы, қандай керемет болып шығады. Дәмі енді айта алмаймын, өте күшті енді. Сіздер де жасап көріңіздер, жасап көруге кеңес беремін. Міндетті түрде менің каналыма тіркеліңіздер. Сіздерден қолдау күтемін. Колокольчикті басып алайық. Менің каналымда жаңа рецепттер өте көп болады.